2 миллион жыл Қазақстан тарихы аяғына жетпек. Астероид соғысынан немесе ядролық бомба жарылысынан емес. Жоқ, дәл қазір Қазақстан толығымен жойылмақ. Және бұның орын алуы өзге расаның қалауымен болмақ. Басталып қалды. Галактика үкіметі, парламент залы. Соңғы жиналысымыздан кейін 1000 жыл өтті. Жиналысымызды бастауды ұсынамын. Мұнда барлығы адамзаттың тағдырын шешуге жиналды. Жиналыстың басты сұрағы: адамдарға ендігі 1000 жылдықта өмір сүруге мүмкіндік береміз бе, әлде олардың өмірін аяқтаймыз ба? Өз қалауларыңызды айтыңыздар. Оларды жою керек. Мен оларды осы 1000 жылдықта аңдып бақыладым. Олар өзгергісі келмейді. Олардың барлығын жоя салайық. Сен дұрыс айтасың. Осы 1000 жылдықтың өзінде адамдар одан сайын қатыгез болды. Мұхит пен теңіздер толған мусор мен мұнай, ал жануарлар өліп жатыр. Бұлайша айтқанда, адамзаттың өзі бүкіл тіршілікті құртатын күш. Ол дұрыс айтады. Адамзатты жою керек. Олар тек зиянкестер. Біз олардың жерді қалай құртып жатқандарынан шаршадық. Сонымен біз шешім қабылдап болдық. Галактика үкіметі адамзатты түбімен жою туралы ортақ шешім қабылдап болды. Тоқтаңдар. Не? Кім бұл? Юрий Гагарин. Араласқаным үшін кешірім сұраймын. Бірақ мен бұған қарсымын. Ақымақ, бұл біздің жұмысымыз. Араласпа. Сені бекер құтқарыппыз. Қарамай өтіп кету керек еді. Галактикаға тастап. Адамдардың озбарлығы мен қатыгездігін сөзсіз айтуға болады. Алайда оларды жойып тастау өте өрескелі болады. Қызық сұрақ. Келесіге қалай қарайсыңдар? Адамзаттың тағы 1000 жыл бойы өмір сүруіне жол берілетінін анықтау үшін адамдарды сынау арқылы мейірімділік пен күшіңізді көрсетіңіздер. Сынақ, сен су тасқынын қайталауды сынасың ба? Немесе мұз дәуірін ұйымдастырып, оларды қатырғың келе ме? Жоқ, одан тиімдірек әдіс бар. Жарты ғаламдықтар мен адамдардың соңғы шайқасы, яғни турнир. Галактика конституциясының 65-ші бабы 15-ші тармағының ережесінде ерекше атап өтілгенде, бұл жарты ғаламшарлықтар мен адамзаттың арасындағы жеке жекпе-жек. Жарты ғаламшарлықтар мен адамзат арасындағы жекпе-жек турнир деп аталады. Бұл 13 жарты ғаламшарлықтар мен 13 адам арасындағы жеке турнир. Бірінші болып 7 жеңіске жеткен тарап жеңеді. Адамзат 7 рет жеңілгеннен кейін тіршілік етуі мүмкін болмайды. Екінші жағынан, адамзат жеңсе, оларға тағы 1000 жыл беріледі. Бірақ бұл сан адамзат дүниеге келген сәттен бері ешқашан қолданылмаған. Өйткені адам жарты ғаламшарлықтарды жеңе алмайды. Құр сөзбен айтқанда бұл таза формалдылық. Жарты ғаламшарлықтар бұл санды жай ғана қалжың ретінде жазған. Не сандырық? Сен сияқты ғарышкер түсіну керек деп ойлайсың ба? Адамдар біздің тырнағымызға да татымайды. Менің ойымша, жарты ғаламшарлықтар адамзатты жойғысы келеді. Бірақ оларды тікелей бәсекелестікке түсуге тартынады ма? Немене? Олармен күреспей, адамзатты жойғыларын келеді ме? Адамдармен бетпе-бет тұрғыларын келмей ме? Сонда сендер бізден қорқып қалдыңдар ма? Солай болатын болса, араласқаным үшін кешіріңдер. Менің сөздерімді ұмытыңдар. Турнир туралы және тағы басқа бәрін ұмытыңдар. Бір нәрсеге сенімді болды.
Мен ойлағанда жарты ғаламшарлықтар адамдарға қарағанда әлде қайта ашуқанды. Түсінікті, нақты шешім турнир. Өте қызықтысыңыз. Бұл туралы айтқаның үшін рахмет. Мені қызықтыра алдың. Сонымен не айтасыңдар? Біз көптен бері көрмеген едік. Адамдардың күшімен. Және біздің жойқын ашуымызды көрмедік. Рас па? Келісесіңдер ме? Қане жарты ғаламшарлықтар, адамзатпен күресейік! Осылайша жарты ғаламшарлықтар мен адамзаттың шайқасы турнир көтпеген жерде мақұлданды. Гагарин, мен сенің адамзаттан кімдер шығатын таңдағаныңды қалаймын. Сен адамдарға көмектескің келеді. Солай емес пе? Себебі сен де солардың қатарына жатасың. Дұрыс айттың ба? Мен Қазақстан тарихында 2000 жылға созылған 13 дәрежесі мықты адамды таңдаймын. Галактика аренасы. Жарты ғаламдардан алғашқы болып кім шығады екен? Жарты ғаламшарлықтар мен адамдардың соңғы шайқасына турнир басталды. Хей, тыңдаңдар, сендер барлықтарың дайынсыңдар ма? Ережелер қарапайым, жеңіс адамның немесе жарты ғаламшарлықтың өлімімен анықталады. Басқаша айтқанда, олардың кез келгенде өмір сүруді тоқтатқан кезде сол жеңіледі. Жарты ғаламшарлықтардан алғашқы жекпе-жегіне осы күрескер шығады. Барлық жарты ғаламшарлық оның жекпе-жекке қаншалықты мықты екенін көргісі келгенін айтады. Оның қылышы астероидтарды бұзады, егер ол болмаса басқа кім? Соғыста өмір сүріп және соғыспен тыныс алады. Қызыл планетаның ең мықты жауынгері Марс. Уайымдамаңдар, ол оны жеңетіне сенімдімін. Мен соғыс алаңында кездестірген жауынгерлердің арасында ол ең мықтысы, және шын мәнінде басқа батырларға қарағанда ең қатал және салмақты батыр. Алдарыңыздарда жарты ғаламшарлықтарға қарсы мыңау шықпақ. Қазақстанның 2000 жылдық билік етуі аяқтала ма? Жоқ! Қазақстанның 2000 жылдық атағы ұмытыла ма? Жоқ! Бұл батыр қазақтардың үміті мен арманын қорғауға келді. Айтыңдаршы, бұдан басқа біреу жарты ғаламшарлықтарды жеңе ала ма? Жоқ! Қазақстанның бүкіл тарихында одан күшті адам бар деген күмән бар ма? Жоқ! Қазақ батырларының ең қуатты жауынгері Қабанбай батыр. Қолбасшы. Тарихымызды білетін кез келді. Алда адамзаттың өмір сүруі келмек. Және турнирдің бірінші раунды. Бұл өте қызық болмақ. Жарты ғаламшарлықтар жақтан қызыл планетаның ішіндегі ең күштісі. Ал қылышының салмағы тоннадан асады. Бірақ шынайы күшін ешкім көрмеген Марс. Ал оның қарсыласы қазақ хандығы кезеңіндегі өмірінде бір рет болсын жеңіліп көрмеген
бүкіл әлемнің тең жартысын жаулап алуға тікелей үлес қосқан және де көптеген елдерді бағындырып қанмен тең дәрежеде сөйлескен ең мықты батыр Қабанбай батыр. Ең күшті ең мықтыға қарсы бұл екі күштің нағыз шайқасы. Екеуінде денесі қызып тұр. Аға, бұл адамды бір соққымен жойыңыз. Алға Қабанбай батыр, тезірек мына көгерген етін терісін қапта. Жарты ғаламшылықтары қазақтарға қарсы бұндай қиялы көрініс таба алмайсың. Керемет, нағыз қымыз ішіп көргенге не жетсін, солай емес пе дос? Мен түсінбедім. Ең күштісі Қобыланды емес пе? 200 жоңғарды елімізден қуған. Мен сені айтып тұрмын. Құдай берген күшпен халық құдайындай көрген Қобыланды. Жоспар мен жалпы қабілеттер тұрғысынан мүмкін. Алайда тек қара күшке баға беретін болсақ, жалғыз қорытынды бар. Қазақ хандығы кезеңдегі ең мықты батыр бұл Қабанбай батыр. Әрине, айту керек, Қабанбайдың әскері тым көп. Қолбасшы, біз сізбен кез келген шайқаста әрқашан біргеміз. Кім ойлаған мен қолбасшының алпауыт денесін көретін күн қайта туады деп? Адам жарты ғаламшарлықтарды жиналмайды. Мен барлық жарты ғаламшарлықтар осылай ойлайтынына сенімдімін. Бірақ та қазақтар өзінің кім екенін білсе әлемді жаулайды. Оны осы батырларға қарап айтқан. Сондықтан бізге мүмкіндік бар. Қазір олардың күлкісін тыятын тамаша сәт. Сендермен осы аспапта барлық даусымен дыбыстайтынды күтуден шаршағанды елестете алмайсыңдар. Галактика аңызының айтуы бойынша, Сирус апокалипстің дыбысын жаңғыртқан кезде адамзаттың соңғы шайқас турнирі басталады делінген. Оның көзін құрт, ұлым. Шарлықтар қазаққа қарсы. Марс Қабанбай. Шайқас басталды. Бұл не тағы? Білмеймін, түсініксіз. Екеуі де қарсыласын шабуылы қандай болатынына мән бермейді. Олардың ешқайсысы екіншісінің әрекетін болжауға тырыспайды. Осылай болатынын біліп едім. Жарайсың Қабанбай, мен сіз дұрыс келе жатсың. Бұл адамға не болған? Біздің қолбасшы. Ол шынымен жеңе алады ма? Сендерге Қабанбай Марстың үстінен күліп жатқандай боп көрінбейді ме? Мүмкін ең ұлы адамдар осылай өмір сүретін шығар. Марс және Қабанбай бұл ерекше ер адамдардың тек бір ғана нәрсесі біріктіреді. Екеуі де жауларын жалғыз бір ғана соққымен жеңеді. Hey, hey, hey!